5 уақыт намаз адамзаттың осы дүниеде бақытты өмір сүруіне кепіл, ақыретте жәннатқа кіруіне кепіл. Өйткені біз 5 уақыт намаз оқыған кезде Алла Тағаланың алдында тұрамыз. Бүкіл дүниенің Раббісі болған Алла Субхану ва Тағаланың алдында тұрамыз. Барлық жақсылық оның қолында болған Алла Субхану ва Тағаланың алдында тұрамыз. Биядихил хайр ва хуа аля кулли шайин қадир. Бүкіл жақсылық Алла Тағаланың қолында, ол әрбір нәрсе құдіреті жетуші. Біз сол Алла Тағаланың алдында тұрамыз. Кім дейді Алла Субхану ва Тағаланың өзіне сөйлеуін қаласа Құран оқысын дейді. Құран оқыған адамға Алла Тағала сөйлейді. Өйткені Құран кәрім Алла Тағаланың кәламы. Кім Аллаға сөйлемекші болса намаз оқысын дейді. Намаз оқыған адам Алла Тағаланың алдында тұрады, өзінің қажетін сұрайды. Алла Субхану ва Тағала әрбір адамның дұғасын қабыл етеді. Құран кәрімде Алла Субхану ва Тағала марқұм етіп айтады: егер бенделерім сені менің турымда сұраса дейді Алла Тағала, фа инни қариб, әлбетте мен оларға жақынмын дейді. Уджибу дауата да'i дa'ан. Қашан кім дұға қылса мен оның дұғасын қабыл етемін дейді.